Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалу жолы оп-оңай әрі жылдам уақытта дайындалатын сүзбеден өрме пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен сүзбеге жұмыртқаны қосып, блендермен езіп аламыз. Сүзбе массамызға қантты және еріген сары майды құйып, толықтай біркелкі болғанша еземіз. Елегіштен өткізілген ұнға ванилин, қопсытқыш салып араластырып, сүзбе массамызға аз-аздан сала отырып, жұмсақтау, қолға жабыспайтындай етіп қамыр елейміз. Міне, қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болды. Енді пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минутқа қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болғанша алмаларды турап дайындап қоямыз. Туралған алмамызға қант қосып араластырып, шетке қоя тұрамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, ұн сеуіп, сәл сопақтау етіп жаямыз. Жайылған қамырымыздың қалыңдығы шамамен жарты сантиметр болуы тиіс. Мен мұнда бір үлкен пирог етіп жасай салдым, ал сіздер қамырды екіге бөліп, кішіректеу етіп жасасаңыздар болады. Жайылған қамырымызға туралған алманы салып, шет жақтарын өрме жасау үшін кесемін. Пирогымызды пергамент төселген противеньге салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызға қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Пирогымыз өте дәмді болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдада пайдалы видео рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.